Ұстаз, осы анау адамдар бар ғой, әйел адамдар түрін өзгертеді, укол салып, бетіне, еріне укол салып өзгертеді ғой. Солар туралы не айтасыз? Сол дұрыс па, дұрыс Мынау емес па? пигментацияны кетіреді. Дақтар бар ғой. Кейбір уколдар бар, мына порларды орнына келтіреді. Бұл басқа мәселе. Бұл өзгертуге жатпайды. Бұл косметологиялық депиляция сияқты дүние. Ал енді мына ерінді өйтіп тұрып өткізетін, мынаны бүйткізетін еріндер арам болады. Ал арам болады. Түсініктірек айту үшін. Демонстративно көрсетіп берейін. Сол бұлай істеген дұрыс емес. Ұстаз, мынандай бір сұрақ қойған едім алдын. Таң намазын оқып отқан кезде таспих тартып отқан ғой. Таспих үзіліп кеткен ғой. Сол нені білдіреді екен? Білмейсіз ба? Жібі китайский екенін білдіреді. Жібі китайский оның. Соны новый жақсы жіп сатып аласында, соны арасынан өткізіп, қайтадан тігіп қоясыз. Болды, жүзмейді. Пластик лескамен істеп қойсаң, вообще үзілмейді. Балық ұстайтын бар ғой. Балық ұстайтын істесең, жақсы болады. Мүлде үзілмейтін болады жаным. Ұстаз, мынандай сұрақтар болады. Ана көп блогерлер рекламаға жасап, қажылыққа барып жатады. Сол қабыл ма, қабыл емес па деген сұрақтар қояды да. Сол сұрақтарға, адамдардың қойған сұрағына не деп жауап бере аласыз? Емес екен. Қабылдайтын кім өзі? Қабылдаудың кілтін өткізіп жіберді деп айтып жатырмыз ғой. Қабылдайтындар бар. Сенікі қабыл емес деп айтып жүргендер бар ғой. Соларға өткенде айтқам, кілттерді өткізіңдер деген. Ес Алла тағалаға. Сол сияқты жаным. Не қыласыз, біреудікін тексеріп, қабыл болсын деп айтайық та біз. Ұстаз, мысалы қазір көп жерлерде суық, күн суық болып кетті. Мысалы бізде де сондай күн суық, бірақ әзірге душевой деген жоқ, ыстық су, мұздай су үйдің ішінде. Азаңда қатты суық болады, сол кезде даладағы сыртқы дәретханаға барып, сүртіп, кейін ішке кіріп, жаңа тазикке жылы сумен дәрет ала берсе бола ма? Иә, просто сырты сал. Бірақ жақсылап сырт. Айналайын. Өзі 21-ші ғасырға кіріп кетті өзі. Үйде туалет жоқ, айналайын. Ұстаған телефоның айфон шығар. Сондықтан жаным, жалғызым, ардақтым, үйде туалетті жасаңдаршы бірінші. Үйде адам сияқты дәрет алатын, жылы сумен жуынатын дәрет алындаршы. Көтеріп қоймас үшін спираль салдырған дұрыс па? Дұрыс, бірақ күйеуіңізді білу керек. Күйеуіңіз білу керек. Одан кейін дәрет әжетханадағы жаңағы сіз айтқан сүрте салу, ол негізі сол дұрыс. Ауырып қалмашы, айналайын. Не болса да. Суық тиіп қалмасын. Мысалы, ұстаз, көптеген Қазақстанда, мысалы, өнер мектептері, академиялар бар. Мысалы, қазақтың осы ұлттық аспаптарында ойнау харам ба, харам емес па? Ана харам, мына харам деп өзі харам емес нәрселер азайып бара жатыр. Сондықтан айналайын. Біз қазақтың өзінің дәстүрі бар, салты бар, ұлттығымыз бар, ұлыстығымыз бар, өзіміздің жүретін жолымыз бар, үрдісіміз бар, ата-бабадан қалған ұлағаттар бар, белгілі тыйымдар бар, шариғаттың шеңберіндегі дәстүрлер бар, солардың бәрі қалу керек. Бұл шариғат бұған қарсы емес. Сондықтан айналайын. Біздің ұлттық өнерімізді көтеруге үлес қосыңыздар. Уже қанша рет жаздым, түстім барлығын эфирде жормаймыз. Ұстаз, намазды отырып оқып жүрмін, денсаулығыма байланысты, қабыл бола ма дейді, әлбетте. Ла юкеллифуллаху нафсан илля усаха. Аллах Тағала қолдан келмеген нәрсеге істе деп жүктемейді. Сондықтан мен кішкене былайырақ отырайыншы, мына жерде біреу жер бетінде телефонмен сөйлеспегендей, тура мені қасыма келіп сөйлесіп, Аллах Тағала қолдан келмеген нәрсені жүктемейді, сондықтан шамаңызға қарай жасай беріңіз. Аға, намаз бастағым келеді, бірақ үйдегілерден ұяламын дейді. Құдайдан ұялмайсың, е? Құдайдан ұялсаң, үйдегілер орнына қалып қалады жаным. Ұялма, оқи бер. Ұстаз, таң намазын оқып отырсам, таспих өзінен өзі үзіліп кетті. Нені білдіреді дейді? Жібі китайский екенін білдіреді. Жібі китайский оның. Соны новый жақсы жіп сатып аласында, соны арасынан өткізіп, қайтадан тігіп қоясыз. Болды, жүзмейді. Пластик лескамен істеп қойсаң, вообще үзілмейді. Балық ұстайтын бар ғой. Балық ұстайтын істесең, жақсы болады. Мүлде үзілмейтін болады жаным.
Бұл өзі ананы көрсетіңіз, Құдайдан дұға қылып, кішкене бір ниет қылсаңыздар, өзі келетін жер. Өз қолыңызбен, көзіңізбен келіп көріп, қолыңызбен ұстағанға жетпейді. Сондықтан келіңіз. Тектілік неден білінеді? Тектілік ар мен иманның біріккенінен білдіреді. Тектілік деп соны айтады. Қазақ халқында бабаларымыздан қалған жаманнан жақсы туады, адам айтса, тектілердің балалары тексіз болып жатыр. Не бір тұқымнан тұқым қуалап келген байлардың балалары көшеде биш болып жатыр, арбайтерден де төмен түсін. Кейбір алкаштардың балалары ғалым болып жатыр, көшедегі жеті атасында тұқымында байлық жоқ адам миллиардер болып жатыр. Бұл Құдайдың құдіреті емегенде не? Қалай ойлайсыздар? Сондықтан тектілік оған қарамайды. Сенің атаң тектінің тектісі болса да, сен сұмырайдың сұмырай болып қалуың оп-оңай. Сол үшін ұят пен ардың, иманның бір жерге тоғысуы, сөз бенен істің бір жерге келуі, сол тектілік деген сөз болады. Ер адамға бір мықты уағыз айтыңызшы дейді. Намазға қарсы шыққан күнә деп дейді. Сол сөз ба? Мысалы, адамның атын көп кездеспейтін аттардың бірі, мысалы, бір жанұя Ахмет деп қойған екен. Сол қалай ойлайсыз сол туралы? Жақсы. Енді аты күшті болып, навороченный болған қайтейін. Тәрбиені бере алмасаңыз. Сондай адамдар көп аттар. Соқта тәрбиеге қатты мән берші алтыным. Әке сыйласын. Бисмилля деп еміз, жақсы адал тамақ жегіз, өзіңді тәрбиеле, боғауыз сөйлеме, әкеуімен ұрыспа, әкесін құрметте. Осы тәрбиелі іс болады. Оның атынан да, затынан да маңызды нәрсе. Білесіз бе, біздікілер аттарды күшті қояды. Адам естімеген, сирек кездеспейтін, вообще кездеспейтін аттар қояды. Бірақ баланы дәп-дәлесін шығарып жындық жібереді. Десе мә деп ауыртып, баланы бұзып тынады. Соның аты пайда береді деп ойлайсыздар ма? Біздің қазаққа енді аттарын айтпай қояйын. Күшті аттар қазақтарды тонап, қазақтарды сор қылып, қазақтарды қаңғыртып жіберген адамдар бар. Аттары күшті солардың. Шетелге қашып кеткендердің аттарына қайталанбайтын аттар, супер аттар бар. Сол ат пайда бердім, айтыңызшы. Сондықтан ардақтылар, дәулет дегендердің бәрі бай болмайды. Нұр дегеннің бәрі нұрлы болмайды. Түсінесіз ба? Сондықтан мәселе сода, затын тәрбиелеңіз. Қуаныш дегендердің бәрі ыржиып деп. Сондықтан затына байланысты жаным. Затын шығарып беріңізші бізге. Сіздің атыңыз біз үшін маңызды емес. Сенің атың көшедегі Дайрабай болса да қазақтың жақсы көретін, Маңқабай болса да жақсы көреміз біз сені. Сен затың біз үшін жақсы. Затың керек қазаққа, атың керегі жоқ. Затың еш керегі жоқ. Атың керегі жоқ. Затың күшті болсын жаным. Адам естімеген ат қой. Адам естімеген буквалармен жинап қой. Бәрі бір. Затың Алланың алдында сұралады. Алла Тағала қияметтің күнінде періштелер, неудобно, бұның аты күшті екен қой. Атын құрметтеп ең болмаса жәннетке кіргізейік деген сөз қоспа сөз ол. Ердәуіт деген есім бар ма дейді. Достарым, жоқ дейді. Вообще жоқ, сен последнийсің. Сен последний, ең соңғы сен екесің жаным. Ең бірінші сенсің, ең последний сенсің. Енді сен кітап оқы, сабақ оқы, Құран жатта, тәрбие жатта, қазақтың салтын, дәстүрін жатта, бойыңа сіңір соны. Сол, это отличный нәрсе болады. Ең керек нәрсе сол.